Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Есімбекова Майра, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоның соңына дейін қарап, лүпіл басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен нағыз пиццаға арналған соус дайындайтын боламыз. Пиццерияда қолданатын соус тез жасалады және дәмі өте ерекше. Ал бастайық. Керек заттың бәрін осы видеоның астына жазып қоямын. Бізге 4 пиццаға арналған ингредиенттер бұл. Бізге 3 қызанақ керек, томат пастасы керек, қант керек, орегано, кептірілген орегано шөбі керек, паприка керек, бір тіс чеснок, яғни сарымсақ керек және қуыруға май керек болады. Ең бірінші біз қызанағымызды осылай кесіп аламыз асты жағын, үстіне қайнап тұрған су құйып, бір 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз сарымсағымызды майдалап тураймыз. Бізге осы бір сарымсақ жеткілікті. Менде үлкен сарымсақ болғаннан кейін осылай жарты бөлігін ғана қолдандым. Сіздер егер қатты дәмі шықсын десеңіздер, осы үлкен бір сарымсақты бәрін турасаңыздар болады. Осылай майдалаймыз. Жақсылап отымызға ыдысымызды қойып, май құйып, майымыз көп болмасын, бір ас қасық жеткілікті болады. Міне, осы ыстық суды төгіп тастап, қабығын аршимыз. Қабығы оңай аршылады, ыстық суға салғаннан кейін. Міне, осы алып тастаймыз. Қабығы бізге қажет емес. Достар, негізі осы соус нағыз пиццериядағы жеп жүрген пиццамызға арналған соус. Осыны сіздер осымен жасасаңыздар өте дәмді болады. Сіздерге сөз беремін. Негізі бұлай жасамайым, тез жасаймын десеңіздер, тек қана томат пастасы мен майонезді араластырып қолдана берсеңіздер де болады. Ал ысып тұрған майымызға жаңағы туралған сарымсағымызды салып қуырамыз. Оның ортасында міне дайындалған томатымызды алып, блендерға бір езіп аламыз. Осындай сұйықтық пайда болады. Үстіне міне кептірілген орегано шөбін саламыз, паприка саламыз, одан кейін томат пастасын саламыз, үстіне қант салатын боламыз және тұз саламыз. Осылай араластырып алдық бір. Міне тұз салынды. Енді жаңағы осылай сары боп қуырылған сарымсағымыздың үстіне осылай құямыз. Кішкене шашырайды міне сулары, томаттың сулары шашырап, кішкене ыңғайсыздық тудырады. Ол еш нәрсе емес, ол басылады. Қазір суы буға айналғанға дейін осылай бұқтырамыз. Астын кішкене басып қойып, араластырып отырып, осындай суы кетеді. Міне көрдіңіздер ғой, кішкене қоюланды. Пиццамызға осылай 2 қасықтан салып жағып аламыз. Достар, осы соусты қолданыңыздар, өте керемет. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.